Ассаламу алейкум. Бүгін бізде Москвада ең ходовой болған таксиде іштеген Солярис 2018 1.6 автомат. Пробег 364 bin. Так, по кузову келсек, кузову бұл тарауы нормальный. Бардық детальдары родной дейді. Кузовта болғаны бұл жерден ешігін капотты қошып біраз ұрған екен. Бірақ ешігі родной екен. Лобовойда трещина бар екен. А так в целом машина состояниясы өте жақсы. Так, бағасына келсек 1.150 000. Так, азыр ички ауаны көрсөтөйүн. Ева коврик. Салон таза, жақсы. Так, комплектация комфорт екен. Полный электропакет. Мультируль. Так. Кондиционер іштейді екен, көрелі жазыр. Кондиционер іштейді екен. Жақшы мұздатып отады, іштейді екен кондиционер. Штатный магнитофон. Bluetooth мынандай Bluetooth бар екен. И мынандай подсветка қойылған екен салонға içine. Мынандай. Пробег 364 000. Абалы жақсы. Коробканың түштері жақсы. Капотты ашып қой, моторды көрсетіп қойын. Ондай болған LED фаралардан қойдырып тұр. Атайын қойдырып тұр, жақсы. О, моторды жуып, тазалап, соның қылып қойыпсың, а? Жүріштері вообще соның екен. Мотор даже вообще вибрация болып қойды қа? Мына фаралар атайын қойылып тұр, а? Атайын қойылған ұшы. Багажында көрсетейін. Арқадан удар болған емес пе? Жоқ, таза. Таза екен, арқасы. Ешқандай что-то ұрылған. Оқшаулайды. Таза. Заводской.
Қазан мына көріңіздер, таза екен. Крышка багажника да өзінікі екен, родной, таза. Так, туғандар азыр есі көрінбейм дейді, көрінбейлі қойын дейді. Қарыздар оқшайды. Короче, басын сұрайын азыр. Досым, айтайым, қаншаға бересің болар басы? Қанша деп қойдың? 1.150.000 дедің, ошодан қанша түш бересің? Қандай нюанстар бар, документтері қандай? Сразу өткөріп алыш керек бе, же лицензия жасап бересің бе? Ассалаумалейкум, қырғыз елім. Мен 1.150.000 дедім. Ошо келсеңер, реальный покупатель болса түш беремін. Переоформлениясы менен, ошо сразу переоформление кылып алыш керек. Купли-продажа менен. Ошо нюанстары, ошо эшикти жасатыш керек. Оң жактагы арканкы эшикти. Анан ошо ходовка жагынан кичине рулевой наконечниктерди алмаштырыш керек, и лобовой алмаштырыш керек. Ошо жашыгып түшүп берем. Келгиле туугандар. Көргүлө машинаны. Макул. Анда номерин калтырып коем. Туугандар ошо номерге чалып, жазып сүйлөшсөңөр болот экен, ошол баасын түшүп берет экен. Достор, машина жаккан болсо ошол номерге калтырып коем. Чалыңыздар, жазыңыздар. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Достор, видеого лайк басып, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар. Машина издеп жүргөндөр көрүп, машина өзүнүн ээсин тапсын.